Құрметті жамағат, Алла тағала дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Алла бізге адал болудыққа, адалдан тамақтануға, адал жолмен жүрудікке, біреудің ақысын жемеудікке, және біреудің қарғысын алмаудыққа Алла тағала бұйрық береді. Сүйікті болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде бізге баяндаған секілді адамдың ішкені, жегені, тамақтанғаны, киінгені, тапқан ақшасы бәрі адал болу керек. Оны шариғатта біздер халал деп атаймыз. Ал харам болған нәрсені әрине біздер не деп атаймыз? Тыйым салынған. Яғни мүлдем оған жақындауға болмайды, оған жолауға болмайды. Сондықтан да ата-бабамыз харам болған нәрсені не? Дәл солай харам деген сөзімен бізге бекітіп беріп отыр. Сондықтан да Алла Құран кәрімде мына бір-бірлеріңдің малдарыңды былай айтқанда зұлымдықпен, күнә жұмыстарымен жемеңдер деп бізге бұйрық беріп отыр. Яғни тапқан ақшамыз адал болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде не деді? Былай айтқанда пара алушы, пара беруші және соның арасында жүретін кісілердің бәрі лағнатталған деді. Яғни лағнатталған дегені Алланың мейірбандығынан, Алланың жақсылығынан алыс болған кісілер деген. Сондықтан да біздің қоғамымыз дұрыс болу үшін, дұғамыз қабыл болу үшін, жүрегіміз реттелу үшін парақорлықтан алыс болайық, параға жақындабайық, параны қалтамызға салмайық, параны үйге кіргізбейік. Неге? Өйткені ондай әділетсіздік жолымен, харам жолымен келген ақша ешқашан еш уақытта біздің жанұямызға, өзімізге, біздің жанымызға, тәнімізге пайда бермейді. Ол тек қана зиян береді. Ал мынанда коррупция деген парақорлықтан біздер алыс болайық, оған біздер жоламайық, біреудің ақысын жемейік, мемлекеттің ақысын жемейік, және Алла тағаланың өзінің көрсеткен жолымен жүрудікке тырысу керек. Құрметті жамағат, шайтанның арбауынан ермей, өз нәпсімізді жеңіп, иншалла, таза жүріп, таза ақша тауып, таза өмір сүретін болсақ, иншалла, міне екі дүниенің махаббатына, Алла тағаланың махаббатына екі дүниеде жетеріміз анық болып табылады. Алла дұға тілектерді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жұртымызда ішінде дау көп болмасын. Өйткені дау болған көп кезде сыртында жау көбейеді дейді. Сондықтан да ауызбіршілік ынтымақ болсын, таза өмір болсын. Осындай әртүрлі болған жаман қылмыскерлерден, парақорлықтан Алла бізді сақтасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.